Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен өте оңай дайындалатын балмұздақтың құрамымен бөлісетін боламын. Құрамында тек қана екі зат бар: банан және сгущенка. Толық құрамын описание бөлімінде жазып қоятын боламын. Ең алдымен бананды майдалап бөліктерге турап аламыз. Сосын блендердің көмегімен бананды және сгущенканы бірге жақсылап араластыратын боламыз. Блендермен араластырып болғаннан кейін енді өз қалауыңызша қоссаңыз да қоспасаңыз да болады. Мен шоколадты ұсақтап араластырдым. Шоколад қосқаннан кейін блендермен араластырмай, жай ғана қаспен араластыра салсақ болады. Енді дайын формамызға алып, құйып, тоңазытқышқа қатыра берсек болады. Мен осындай пластик стакандар қолдандым, өте ыңғайлы. Аяқша салсаңыз да, салмасаңыз да болады, өз қалауыңызша. Енді дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа 5-6 сағатқа немесе түнге қалдырсақ болады. Міне менің балмұздақтарым дайын. Дәмі өте керемет шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де осы рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.